Аяз ата мен Ақшақар. Ерте-ертеде қазақ даласында қарлы таулар мен ақ мамық жамылған ормандар арасында барша халықтың асыға күтетін жаңа жыл мейрамы жақындап келе жатты. Бұл мейрам тек балалар үшін ғана емес, ересектер үшін де қуаныштың белгісі еді. Ал мейрамның басты кейіпкері әрине Аяз ата мен оның ақылшы көмекшілері болатын. Қыс түсе салысымен Аяз ата жаңа жылға дайындықты бастайды. Оның шана тартатын мықты бұғылары, шебер сыйлық жасаушылар және ертегідей сиқырлы жұлдыздары болатын. Биылғы жаңа жыл ерекше болмақ. Себебі Аяз ата балалардың барлығына арманындағы сыйлықтарын үйлестіруді мақсат еткен еді. Бірақ бір күні оның көмекшісі Ақшақардан хат келді. Аяз ата, биыл қар өте кеш жауып жатыр, шана жүре алмай жатыр. Жаңа жылдық сыйлықтарды қалай жеткіземіз? Аяз ата ойланып, толғанып, көмекке жаңа достарын шақыруды шешті. Қарлы боран құсындай ұшатын самұрық құс, биік тау басында өмір сүретін мұз ханша және ел арасында батыр деп танылған жылқы жылының рухы көмекке келді. Олар бәрі бірге жаңа жыл мейрамын уақытында жеткізу үшін жоспар құрды. Самұрық құс сыйлықтарды ең алыс ауылдарға апаруға уәде берді. Мұз ханша сиқырымен қар жаудырып, жерді ақ мамықпен көмкерді. Ал жылқы жылының рухы Аяз атаға барлық сыйлықтарды тез жинап, шанаға тиеп, уақытында дайын болуға көмектесті. 31 желтоқсан түнінде барлық сыйлықтар дайын болды. Аяз ата өз бұғыларын шанасына жегіп, аспанға көтерілді. Оның артынан самұрық құс пен мұз ханша бірге ұшып жүрді. Аяз ата әр үйге сыйлық тастап, балалардың қуанышын елестетіп мәз болды. Жаңа жыл түнінде қазақ даласы ертегіге толы болды. Аяз ата мен оның достарының арқасында балалар өз армандарындағы сыйлықтарға ие болды. Ал жаңа жыл мейрамы халыққа қуаныш пен жылылық сыйлады. Бұл мейрамнан кейін Аяз ата мен оның достары келесі жылға дайындықты бастады. Олар әр баланың арманы орындалу үшін бар күшін салуға уәде берді.